Енді бұл жерде мына азаматтық кодексте оферта және акцепт деген екі ұғым бар да бізде. Бұл жерде оферта дегеніміз, яғни мына көлік жүргізуші, жаңа әлеуметтік осал топқа жататын біздің азаматымыз. Ол өзінің қызметін ұсынды, соның жаңағы көліктік қызметті тұтынушы, яғни жаңағы көлікке мінген жігіт, сол оны акцептеді, яғни келісті оның. Яғни оның маршруты белгіленді, алатын жаңағы такси қызметіне көлемі бекітілді. Сөйтіп машинаға отырғаннан кейін ол соның барлық условиясымен келісті деп есептеледі де, екеуінің арасында бұл айтқанда ауызша келісім шарт жасалды. Өйткені азамат кодексте бізде келісім шарт жазбаша да жасалынады, немесе ауызша да жасалынады. Енді мәселе бұл жерде сол міндеттемені орындамауынан туындап тұр, тұтынушының яғни. Сондықтан енді бұл жерде әрине полиция департаментінің оның құрамында әкімшілік немесе қылмыстық жаза жоқ екендігі ол дұрыс сараланған. Енді жаңа мен әлеуметтік желілерде қарап отырмын, енді бұл үлкен бір қоғамда резонанс тудыртып отыр ғой. Оның астында кейбір жаңағы мына біздің әлеуметтік осал топқа жататын азаматымызды шамалы енді бір аяғаннан, кейбіреулер тіпті қаражатын мен аударып жіберейін деген сияқты да пікірлерді көріп қалдым. Енді осы бір сәтті бір кейбір адамдар мына алаяқтық оймен басқа бір пиғылда қолданып кетпесе екен деген мына жерде мәселе. Ал жалпы кез келген ол көліктік қызметке ақы төлеуден бас тарту, яғни төлемеу кету үшін тек қана мына қоғамдық көлікте сіз төлемей кетсеңіз, оған әкімшілік жаза қарастырылған, ол әкімшілік кодексте де бар, 2 айлық есептік көрсеткіш деңгейінде. Ал бұл енді жеке такси есебі ғой бұл жерде қызмет. Сондықтан бұл жерде өкінішке қарай әкімшілік айтқанда жауапкершілік қарастырылмаған. Иә, енді сөзіңізді түсініп тұрмын. Бірақ бұл сіз айтқандай ешқандай әкімшілік жаза қарастырылмаған такси жүргізушісіне, иә? Бұл заңдық тұрғыдан, бірақ моральдық тұрғыдан ше? Моральдық тұрғыдан әрине бұл дұрыс емес. Бұл енді біз енді елімізде бұл айтқанда осы әлеуметтік осал топқа жататын мүгедектігі бар азаматтардың құқықтарын қорғаймыз дейміз, олардың құқықтары мына бұл айтқанда дені сау адамдардан көрген біз бұл айтқанда басым деп қабылдаймыз. Ол үшін бізде заңнамамызда реттелген, мына әлеуметтік осал топтағы мүгедектігі бар азаматтарымызды қорғау туралы заңымызда бар. Одан кейін әлеуметтік кодексіміз қабылданды. Бірақ енді осылардың барлығы бола тұра, әрине бұл енді бізде қоғамда енді әрине бұл жат нәрсе деп білем. Бұндай жағдай қайталанбау керек, бұл үлкен бір сабақ болу керек деп ойлаймын. Жангелді мырза,